Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында тауық етімен бургер жасаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Ал енді бастайық. Алдымен бургерімізге салатын тауық етін маринадтаудан бастаймыз. Бізге керегі қарапайым тауықтың сан еті. Оны жақсылап жұқалап тураймыз. Соевый соус, чеснок, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, аджика және майонез. Алдымен чесногымызды, бұрыш тұзымызды саламыз. Бір араластырып аламыз. Одан кейін аджикамызды, соевый соусымызды, майонезімізді салып, жақсылап араластырып, тауық етін 1 сағатқа бетін жауып мариновать етіп қоямыз. Тауығымыз маринадталғанша сәбізден салатымызды жасаймыз. Оған бізге керегі 1 сәбіз, 1 чеснок, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз. Үстінен шырғырылған майымызды құямыз да араластырып, қолымызбен мұжып араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Біздің тауығымыз маринадталды. Енді тауық етін алып, ұнға жан-жағының бәрін ұнға матырып аламыз. Одан кейін барып қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Заттарымыздың бәрі дайын. Тауық еті, салатымыз, сыр және бургерге булочкамыз. Алдымен булочкамызды ортасынан кесіп, гриль сковорада немесе табада болсын, асты жағын кішкене ортасын кептіріп аламыз. Ал енді булочкамыздың ішіне алдымен сырымызды саламыз. Сырымызды кішкене балқытып барып қойсақ дәмді болады. Балқытамыз, бетіне қоямыз. Сырдың үстіне тауық етін саламыз. Оның үстінен соусымызды құямыз. Бұл жерде менде соусты тек кетчуп пен майонез қана. Бетіне құямыз, осыны жақсылап жағып шығамыз. Оның үстінен салатымызды салып, бургеріміздің бетін жабамыз. Өте дәмді, әрі тез дайындалатын бургеріміз дайын. Келесі видеода мен сіздерді осы бургерге арналған булочканың рецептімен бөлісемін. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде уведомленияны қосып подписаться етіңіздер. Ас болсын.